Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика. Біз бүгін рубль курсы туралы, теңгенің бағамы жайлы, қаржы айналымына не әсер етіп жатқаны туралы, және ең бастысы, Ресей экономикасы сансыз көп санкциялардан тұралап тұрған қазіргі шақта рубль неге құнсызданбайды деген сұраққа жауап береміз. Бұл видео экономикалық тұрғыда аса сауатты емес, қарапайым қазақстандықтарға сәл түсініксіздеу болуы мүмкін, алайда біз бәрін барынша қарапайым түрде түсіндіруге тырыстық. Егер бұл тақырыпты қиналмай түсініп алсаңыз, онда сіздің экономикалық білім потенциалыңыз жоғары деген сөз. Дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Теңге мен рубльдің курстық байланысы 1993 жылдан орнақты. Ол кезде біздің теңге аса құнды валюта еді. Бір теңгеміз 260 рубльге сатылып тұрды. Неге деген сұраққа Қазақстанның алтын қоры толық жауап бере алатын еді. Сол кезден 2014-2015 жылға дейін баяу құлдырау байқалды. 2014 жылы Ресейде қаралы сейсенбі деп аталатын оқиға болды. Яғни Ресей рублі долларға шаққанда өте қатты құнсызданды. Бұл орыстардың тұрмысына, қаржылық қорына, тіпті күн көрісіне қатты әсер етті. Осы оқиғадан соң Қазақстанның солтүстік өңірлерінде тұратын отандастарымыз Ресейге барып, сол жақтан тауар сатып алуы көбейді. Сол жылы ел жаңалықтарында Ресей мен Қазақстан шекарасындағы кептеліс жиі сөз болды. Ел азаматтары көлік, техника, тұрмыстық заттардан ұсақ түйекке дейін Ресейден Орынбор мен Омбыдан алып келіп жатты. Арада 8 жыл уақыт өтіпті. Сол жылдар барлықтарыңыздың естеріңізде болар. Ресейдегі валюта кризисі Қазақстан азаматтарының Ресейге саудаға ағылуына алып келді. Ең қызығы, Қазақстанда мұндай валюта кризисі болған жоқ. Себебі ұлттық банк рубльге шаққанданың теңге бағамын қолдан ұстап тұрды. Ол кезде рубль мен теңгенің курсы фискальды еді. Ұлттық банк неге ондай қадамға барды? Қазақтарға қатты жаны ашығандықтан ба? Жоқ, әрине. Басты себебі алда президент сайлауы келе жатыр еді. Сайлаудың алдында теңгені құлдыратып жіберу Нұрсұлтан Назарбаев үшін өзін-өзі өлтірумен тең болар еді. Сол себепті ұлттық банк теңгені қолдан ұстап тұрды. Бұл үшін Қазақстанның алтын қорынан 30 миллиард доллар жұмсалды. 2015 жылы сәуір айының 26-сы Назарбаев у-шусыз қайта сайланып алды. Нәтиже 97,7% дауыс. Дәл осы сайлаудан кейін толық 4 ай өтпестен теңгенің рубльге құны бұрынғыдай фискальды емес, еркін нарықтық толқуда болады деп хабарланды. Солай болды да, бұл 2015 жылдың тамыз айы еді. Бұған аса таңғалудың қажеті жоқ. Диктатура орныққан елдерде сайлауға дейін саяси мәселелер, ал сайлаудан кейін экономикалық проблемалар көтерілетіні түсінікті. Айтпақшы, 2022 жылғы президент сайлауынан кейін де дәл осы сценарий қайталанады деп ойлайтын экономисттер аз емес. Алайда бұл жолы рубльмен емес, доллармен. Қой, саясатты жырлайтындар онсыз да көп. Біз экономика жайлы айталық. Сонымен 2015 жылдан бері теңге мен рубльдің курсын еркін, толқушы етіп, бас бостандық бердік. Көбіне Қазақстан азаматтары Американы Америка етіп тұрған Американың бизнесмендері дейді. Алайда Ресейді Ресей етіп тұрған орыстың бизнес элитасы екенін мойындағысы келмейді. Осы орыстың бизнес элитасы кешеге дейін рубльдің курсына әсер етіп отырды. Өндірісті былай қойғанда жай ғана сауда саласында оларды мен гений деп атайым. Еуропалық және қытайлық компанияларымен Ресей және ТМД аумағындағы жалғыз серіктес, яғни ресми сатушы боламыз деп келісім шартқа отыратын еді. Солайша Еуропадан Қазақстанға келген тауарлардың үстінен орыстың саудагерлері пайда тапты. Тіпті жанымызда тұрған Қытайдың смартфондарын да Ресей арқылы сатып алатын халге жеттік. Қытайдан келген тауардың қаптамасынан Владивосток деген жазуды көрсек, таң қалмайтын болдық. Әрі Қазақстан мұнайын да негізгі тұтынушылар Европа елдері, олар Италия, Франция, Нидерланды сияқты елдер. Әрине, біздің мұнайды Ресей арқылы сатып алды. Осы факторлар теңгенің құнсызданып, рубльдің теңгеден 5 есеге дейін құнды болып қалыптасуына алып келді. Бұл 2022 жылдың 24 ақпанына дейінгі жайттар. Путин Украинаға басып кіру арқылы бұл идеалды бизнес схеманы құлатты. Шет елдің сансыз санкцияларынан соң
бұл бизнес схема жұмыс істемей қалды. Бұрын Еуропадан тауар алып, оны Ресейге, Қазақстанға, Өзбекстан мен Қырғызстанға сатып отырған орыстарға еуропалық компаниялар жоқ, біз сендермен жұмыс істемейміз деді. Ресейге келетін тауар көлемі өте қатты қысқарды. Импорт жоқ деуге болатындай, бұрынғымен салыстырғанда әрине. Енді рубль құлдырап, теңге нығаю керек қой деген заңды сұрақ туындайды. Алайда теңге мен рубльдің ортасында доллар тұрғанын ескерсек, дәл осы халге қалай тап болғанымыз түсінікті болады. Доллар әлемдік ақшаның өлшем бірлігіне айналды. Ұзындықты километрмен, салмақты килограммен, ал ақшаны доллармен есептейтін жүйе қалыптасты. Украинадағы соғыстан кейін салынған алғашқы сауда санкциялары Ресей рублін әлсіретті, алайда Путин рубль бағамын қолдан ұстап тұрды. Шамамен 2 айдай уақыт. Экономистер осы 2 айда Ресей миллиард емес, триллиондарды жоғалтты деп санайды. Бұл Путинге неге керек болды? Тек қана абырой үшін. Украинадағы соғыстағы сәтсіздік оның үстіне $1 138 рубльге дейін құнсызданды. Әрине бұл Путиннің саяси беделіне нұқсан келтірді. Әрі Мәскеу мен Санкт-Петербургте өткен үлкен митингілер дәл осы рубльді ұстай алмай қалған күндерге сәйкес келеді. Яғни орыстарға соғыстан гөрі рубльдің курсы қаттырақ әсер етеді. Бұны Путин мырза жақсы біледі. Шамамен 2 айдай рубльді қысып ұстау, банктерден долларды шектеу, шекарадан асырмау, түрлі кедергілер жасау, желге ұшқан триллиондарды сәлде болса үнемдеудің амалы еді. Мамыр айында рубль қайта күшейе бастады. Неге? Деген заңды сұрақ туындайды. Себебі Ресейге сырттан келетін импорт қатты қысқарды, ал экспортқа сатып отырған мұнай мен газ елге доллар әкеліп отырды. Қаржы айналымындағы баланс бұзылды. Енді қазір Ресейде мұнай доллары бар, алайда оны тиімді игеру құралы, яғни импорт жоқ. Бұл әрине рубльдің күшеюіне алып келді. Ал рубль долларға шаққанда күшейген сайын, теңгеге шаққанда да күшейетіні анық. Алайда дәл осы рубльдің күшеюі Ресейдің үкіметі үшін, яғни диктатурасы үшін аса қолайлы емес. Енді Ресей Еуропаға сатқан әрбір доллары үшін қазір 61 рубль алуда. Бұл әрине аз. Ең қызығы, рубльді қолдан қысып ұстап тұру Ресей ұлттық банкінің қолынан келді. Енді оны түсіру қолдан келмей тұр. Путин үшін рубльдің курсы 80 болғаны тиімді болар еді. 70-тен түссе, бюджет тапшылығына әкелері анық. 2023 жылдың басында Путин бюджет тапшылығын сезінеді. Егер $1 60-65 рубль болып тұра берсе, сонда оған үнемдеуге тура келеді. Кімнен ақша үнемдейді деп ойлайсыз? Әскерден ба, полициядан ба, арнайы жасақтан ба, мұғалімдер мен дәрігерлерден бе, немесе зейнеткерлерден бе? Я, бұл Ресейдің проблемасы, алайда бізге де әсері бар. Қазірдің өзінде Қазақстандағы орыстар цены в Астане, цены в Алмате деген сияқты видеоларды әлеуметтік желіге жарыса жариялауда. Яғни, енді 2014-тегі сценарий керісінше қайталануда. Тіпті Мәскеуден, Санкт-Петербургтен тікелей Астана мен Алматыға шопинг турлар ұйымдастыруда. Экономикамызға бұл пайдалы болғанымен, елімізде рубль көбеюде, ал бұл жақсылыққа алып бармасы анық. Себебі Ресей Федерациясының қазіргі билік жүйесі ерте ме, кеш пе құлайды, ал соғыстың әрбір күні бұл күнді жақындатуда. Путиннің жүйесімен бірге рубль де құласа, бұдан Қазақстан да зардап шегеді. Елде, яғни Қазақстанда рубль қаншалықты көп болса, соққының күші де сондай күшті болады. Қазіргі долларға шаққандағы рубльдің курсы уақытша және алдамшы, тура дауылдың алдындағы тыныштық сияқты. Европа Ресей мұнайы мен газдан бас тарта алмайды деп ойлайды кейбір азаматтар. Алайда экономикада бір қағида бар. Яғни жылы орын ешқашан бос болмайды. Ресей мұнайы мен газына альтернатива міндетті түрде табылады. Тіпті Украинада қанқилы шайқас болып жатса да, сол соғыста европалық қару орыстарды тырқыратып қуып жатса да, Европаға газ сатылуы тоқтамайды. Себебі соғыстың аты соғыс, алайда кешіріңіз, бірақ бизнестің аты бизнес. Қазір Ресей азаматтары екі нәрседен қорқады. Біріншісі, Украинадағы соғыс ойдағыдай болмай, Путиннің атом қаруын қолдануынан. Екіншісі, мұнай мен газға да санкция салынып, рубльдің тым қатты құнсыздануынан.
Екі сценарийде Путин үшін өліммен тең, ал Ресей бұл Путин бұл Ресей болып тұрған шақта 91 жылғы оқиға, яғни бөліну қайта қайталанбасына кім кепіл? Мұндай жағдайда елімізде рубльдің болмағаны ләзім. Сондықтан Қазақстанға қазір рубльсіздену қажет. Қарапайым экономика арнасы, көріңіз, тіркеліңіз, лайк басыңыз. Сұрақтар, ұсыныстар, жеке ойлар үшін комментарий бөлімі сіздер үшін ашық. Аман, сау болыңыздар.